Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Абзал. Бүгін біз IELTS-тың бірінші сабағын бастайтын боламыз. Яғни бүгін бірінші сабақта біз өту керекпіз барлық тақырыпқа негізгі ақпараттарды. Яғни listening, reading, writing және speaking. So, first thing first, let's came down to the. Енді бірінші керек listening. Listening бізде IELTS-та қалай болады? Окей, listening-тің ұзақтығы 30 минут болады, бірақ та бұл сіздің тест форматыңызға байланысты. Яғни сіз егер де paper based-пен тапсыратын болсаңыз, онда 30 минуттың көлеміндей аудио болады, бірақ та аудиодан кейін сізге жауап парағы деген беріледі. Сол жерге 10 минуттың ішінде осы 40 сұрақтың жауабын жазып болу керексіз. Ал егер де компьютер бейс болса, онда ол жерде сізге ешқандай да дополнительно 10 минут бермейді, өйткені автоматты түрде жауаптарыңыз беріліп қалады. Окей. Тағы бір нәрсе, you hear it on once only. То есть тек бір ғана тыңдай аласыз, бір рет ғана. Артқа 5 секундқа қайтару деген жоқ. Ондай нәрсе болмайды. Окей. And four section and each gets harder. 4 секциядан тұрады. Әр секцияда 10 сұрақтан болады. И әр секция өткен сайын ол қиындай береді. Мысалы, section 1 мен section 2 social context. Яғни section 1-да бірінші 10 сұрақта негізі студенттер даже pre-intermediate деңгеймен 8 сұрағына дейін қате жауап бере алады. Ал егер сіз 7-ден 0 алу ойыңызда болса, немесе 6-да 5, 6-да 0 алу ойыңызда болса, онда part 1-дегі, section 1-дегі 10 сұрақтың әрі құрғанда 9-ы қатесіз болу керек. Неге? Өйткені бұл жердегі ақпараттардың барлығы қонақ үйге регистрация жасау, немесе бір курсқа тіркелу, сондықтан ол жерде курс қай уақыттарда болады, нені үйретеді, адамның аты кім, қай жерде орналасқан, дәл сондай базовый сұрақтар жауап береді. Сондықтан бұл кәдімгі conversation ғана, екі адамның арасындағы. Одан кейін екінші партқа өткен кезде бұл жерде тоже бір адамның диалогы, но шамалы қиынырақ бірге қарағанда, бірақ сонда да контексті шамалы реальный жизньге қарай ұқсайды. Но парт 1-де сізде тек қана сұрақтың бір ғана түрі болады. 1-ден 10-ға дейін тек қана бір немесе 2 сөзді ғана жазасыз, одан басқа сұрақ түрі жоқ. Ал екінші парттан бастап сізде сұрақтардың деңгейлері өзгере бастайды. Үшіншісі, келесісі бізде section 3 мен section 4. Бұл жерде section 3-тен бастап сізде академик контекст деген болады, яғни универде, лекцияда сондайға қатысты тақырыптар келеді. Яғни бұл жерде келетін тақырыптар көбінесе связаны тарихпен, немесе наукамен, немесе биология, химия сияқты пәндермен, солармен өте қатты байланысты. Part 3-те дәл сондай, part 3 пен part 2 сұрақтары деңгейлері бойынша бір-бірімен ұқсас. Бұл жерде қаншама сұрақтың түрлері бар. Ал part 4 бұл жерде бір ғана адам бір ғана тақырып бойынша сөйлейді, 10 сұрақ сол тақырыптың ішінде болады, және бір ғана сұрақтың түрі дәл part 1-дікімен бірдей. Қазір бұл сұрақтардың бәріне толықтай тоқталамыз. Окей. Енді көбінесе ұпай жоғалтатын жер part 2 мен part 3-тен басталады. Өйткені айтып кеткендей, сұрақтардың саны өте көп. Әртүрлі сұрақтардың саны бар, сондықтан оларға әртүрлі подход керек болады. Окей. Answer while listening. Don't daydream. Так, сізде listeningта болатын проблеманың бірі daydreaming. Daydreaming деген, яғни dream деген на самом деле ұйқы, сон деген сияқты мағынада, ал daydream болса көзіңізді ашып, бірақ сонда да ұйықтап қалуыңыз. Өйткені сізде аудио где-то 30 минут дегенде таза 30 минут ойнамайды, кейде 23 минут болуы мүмкін, кейде 29 минут болуы мүмкін. Осы уақыттың ішінде болатын бір проблема, ол студенттер қалай айтсам болады, концентрациясы жоғалтып болады. Өйткені қазіргі таңда бізде келетін информациялардың бәрі TikTok пен Instagram ғана, и ол жерде көретін видеоларымыз әрі кетсе бір 60 секундқа барады. Но көп видеолар бізде 30 секундтың ішінде аяқталады. Даже біз осы TikTok, Instagramда отырған күннің өзінде 1 минуттан жоғары видео көрсе, X2-ге қойып шаққа қараймыз. И сондықтан да мына жерге сіз келесіз, сіздің алдыңызда ешқандай да видео шықпайды, ешқандай да бір edit ондай нәрсе болмайды, тек қана құр аудионы тыңдайсыз, ешқандай сурет да берілмейді, и оны сіз 23 минут бойы концентрацияңыз жоғалтпай, зейініңізді жоғалтпай тыңдау керексіз, әрі сұрақтарға ойланып отырып жауап беру керексіз. Сондықтан да шамалы бір қатты проблема болатын нәрсе осы daydream ғана, өйткені менде оқыған және тапсырған студенттер көбісі әрі кеткенде 2 сұрақты өткізіп алады. Түсінбегеннен емес, просто өткізіп алады, байқамай қалады, оның жауаптарын айтып қойған. Сондықтан да сол нәрсеге көңіл бөлуіңіз керек. Егер концентрация прямо өте қатты нашар болып тұрса, көбінесе студенттер мысалы тактикасын бәрі қолданып жатырмын дейді, ананды істеймін, мынанды істеймін, күніне 4-5 листинг жасаймын, бірақ сонда да бағасы көтерілмейді дейді. Өйткені ол кісілерде көбінесе daydreaming проблема бар. Яғни тыңдап отырған жерін өзі ұйықтап қала береді. Ал егер сондай да концентрациямен зейініңізбен проблема болса, онда өз-өзіңізді шынықтыру керексіз бір нәрсе қарау арқылы. Негізінен бастайсыз, егер прям концентрация өте қатты нашар болса, бірінші бастау керексіз тек қана кино қараумен. Яғни 1 сағат 30 минут кино деп ойлайық, осыны демалмай
Басқа жұмыстар кетіп қалмай, 30 минуттан бөліп қарамай, бір мезетте қарап тастау керексіз. Концентрацияны жоғалмау керексіз. Ал дәл осыдан кейін өтетін нәрсеңіз, келесі сізге көмектесетін бұл подкасттар. Подкасттың өзінде де екі адам келіп бір-біріне сұрақ қоятын жер емес, өйткені оның өзі видео болып саналады. Тек қана подкасттың аты тұрады, тек қана аудиосын ғана тыңдау керексіз. Сол арқылы зейініңізді шоғырландырасыз. Яғни бұл нәрсе көбінесе жасасаңыз болады. Автобуста жүргенде, неде тұрғанда, немесе очередьте, сондай кездерде уақытыңызды пайдаланып, тиімді пайдаланып қалсаңыз болады. Егер зейінмен қатты проблема болып жатса. Окей. Тағы бір проблема бұл бізде spelling, яғни әріптерді дұрыс жазу. Мысалы, ойлайық ал, сізде Джон деген адамның атын айтты дейік. Джон деген бізде екі түрлі мағынамен келеді. Джон деген х-мен жазылатыны бар, и Джон деген былай ғана жазылатын Джон деген есімде бар. Осыны айтқан кезде міндетті түрде зейін беру керексіз. Өйткені адамның атын айтқан кезде IELTS-та көбінесе әріп деп айтып береді. J-O-H-N деп. Сол жерде егер бір әріпті ұмытып кетсеңіз, онда сіздің жауабыңыз қате. Немесе бір ғана әріп қосып қойсаңыз, экзаменатор бір ғана әріп қосып қойды ғой, негізінде жауабын тапты демейді. Жоқ, ол қате болып табылады. Сондықтан спеллингқа да, яғни әріптеп жазуға да мән беруіміз керек. Окей. Бұл енді бізде listening жайында. Енді келесі болатын нәрсе reading. Тағы осы жерде айта кететін нәрсе, 2026 жылдан бастап IELTS түбегейлі өзгерген болатын. Бұған дейін негізі IELTS бірінші listening болады, содан кейін reading болады. Ал қазіргі таңда жалпы центрлар қарап алмасаңыз, өйткені кейбір жерлерде reading бірінші орынға шығып кетті, содан кейін listening тапсыратын боласыз. Және де бір артықшылығы, сізде IELTS тапсырған кезде сіз барасыз, тапсырасыз, paper based деген бар, және де computer based деген бар. Енді бұл екеуінің айырмашылығы неде? Paper based пен computer based. Айырмашылығы ондай қатты бәлендей емес. Айырмашылығы бұл жерде жауаптың келу уақыты. Яғни paper based көбінесе айтады 3 күн дейді, но ол кетіп қалуы мүмкін 10 күннің аралығына дейді. Компьютер бейсте 1 күн мен 6 күннің аралығында. Көбінесе компьютер бейсте тапсырған студенттер 1 күннің ішінде жауаптарын алып қалады, бірақ кейде бұлар компьютер бейстен келетін жауабын 2 жет күтіп қалуы мүмкін. Өйткені кейде IDP-да немесе басқа да British Council'дарда кейде серверлер жұмыс жасамай қалады, сондай бір нәрсе. Окей. Енді тағы бір қандай айырмашылықтар бар. Айырмашылықтарына келген кезде, мына listeningті тапсырған кезде сізде paper бейсте 10 минут уақыт болады жауап парағына жауаптарыңызды жазуға. Ал компьютер бейсте ондай нәрсе мүлдем жоқ. Және тағы бір айырмашылығы, сізде paper бейстта тапсырған кезде бетпе-бет сөйлесесіз адаммен, жүзбе-жүз болады. Ал компьютер бейсте қателеспесем көп жерде бұл Zoom арқылы сізге наушник береді, және Zoom арқылы спикингіңізді тапсырасыз. Және де IELTS-ға тіркелген кезде сіз 1 күннің ішінде listening, reading, writing, speaking тапсырсаңыз болады, немесе listening пен reading, writing үшеуін басқа күні, ал speakingті келесі күні тапсырсаңыз болады. Немесе сол уақыт аралығында, ал speakingті даже таңертеңге тапсырсақ, обедтен кейін listening, reading, writingті тапсырсаңыз болады, немесе керісінше өзгертсеңіз болады. Солай да тіркелсеңіз болады. Окей. Компьютер бейсте білемін, компьютер бейсте дәл осындай неме жүру керек, listening, reading, бірақ paper бейсте көбінесе reading алдыға шығып келетін кездер болады. Жаңа обновление байланысты. Окей. Енді readingке келетін болсақ, readingте сізде бары 60 минут, яғни 1 сағат. Ол 1 сағат, егерде paper based-пен тапсыратын болсаңыз, 1 сағаттың ішінде жауаптарын тауып үлгеру керексіз, және 1 сағаттың ішінде жауап парағына жазып үлгеру керексіз. Мына listeningте сізге 10 минут уақыт беріледі, жауаптарын бәрін жазып алуға. Ал readingте ондай 10 минут уақыт бермейді. Осы 60 минуттың ішінде барлығын сыйдыру керексіз. Окей. Егер listeningте 4 парттан құралып, каждый партта 10 сұрақтан болып келіп тұрса, ал readingте басқаша бұл жерде 3 парттан ғана тұрады, яғни 3 кезектен тұрады, және әр қайсысында грейдте 13 пен 14-тің көлеміндей сұрақтар саны келеді. Окей. Енді тағы бір айта кететін жай. Readingте де 40 сұрақ overall, listeningте де 40 сұрақ overall. Енді 7-дан 0 алу үшін, 6-дан 5 алу үшін қайсысына жауап беру керекпін десеңіз, міне мына жерде тұр. 7-дан 0 басталады 30-та. Яғни 40 сұрақтың 30-на дұрыс жауап берсеңіз, readingте сіз 7-дан 0 аласыз. Дәл сондай listeningқа да 30 пен 31-дің аралығы тек қана осы 7-дан 0. Егер 7-те 5 керек болса, readingте шамалы 33-тен басталады, 33 пен 34-дің аралығы. Ал 7-те 5, listeningте 32 мен 34-дің аралығы. Сондықтан бір дәреже listeningте төменірек. Окей. Ал егер 6-та 5 керек болса, онда 27-29 аралығында ұстау керексіз. Ал 6-та 5 пен 23 пен 26. Similar thing, listeningте да 26-29 бұл 6-та 5-іңіз, ал 6-та 0 деген бұл 23 пен 25. Енді 5-та 5-іңіз сізде readingте басталады 19-ға апару керексіз. Немесе жай ғана айтқанда 20-ға апару керексіз. Ал 5-та 0 керек болып тұрса, жай ғана 15-ге апарасыз. Бұл дегеніміз сіздің берген жауаптарыңыздың 25-і қате болу керек, ал 15-і дұрыс болу керек. Сондықтан 5-та 0, 5-та 5-ке негізінде көбінесе интермедиат деңгейлерінде шанс өте жоғары. Окей. Listeningқа келген кезде 16 мен 17 бұл 5-та 0, ал 18 мен 22-ның аралығы бұл бізде 5-та 5 балы.
Окей. Енді мына жерден қайтып келейік өзіміздің редингімізге. Енді редингта тексттардың көлемі қалай болады? Бұл жерде ешқандай да әдеби тақырыптар болмайды, абай жолы деген сияқты нәрсе болмайды. Бұл жерде сіз жасайтын нәрсеңіздің бәрі академиялық сарында. Яғни келеді ғылыми, келеді биология, химия тақырыптарына, келеді тарих жайында, сол темада ғана келеді. 3 тақырыпта сол жайында. Енді редингтар ішінен бөлінеді. Descriptive деген бар, бұл деген просто сипаттаумен ғана болады. Бір оқиғаны, бір процесті. Немесе argumentative деген бар, ол жерде қаншама ғалымдар келеді, әртүрлі гипотеза және ойларын білдіреді. Окей. Енді осы рединг ішінде шамамен бір ғана passage бар, где бәрі қатты ғылыми түрде жазылған. Немесе дебат ретінде жазылған, әртүрлі ғалымдар әртүрлі ойлармен келетін нәрсе. Окей. 5% жағдайда если вам повезет, сізде глоссарий болады, яғни түсініксіз қиын сөздің астында мағынасын білдіріп қояды. Бірақ ол өте сирек кездеседі, 5% ғана жағдайда. Көбінесе глоссарийдің мағынасы ол жерде сізге даже ешқандай да бәлендей көмектеспейді. Окей. Осыдан кейін бізде болады writing task. Окей, writing task сізде 1 минут. Егер paper based тапсырсаңыз, listening, reading, writing task аралығында сізде ешқандай да coffee break, демалып келу, әжетхана барып келу деген нәрселер болмайды. Тапжылмастай тапсыру керексіз. Енді 60 минуттың ішінде сіз 60 минутты бөлу керексіз. 20 минутын жібересіз task 1-ге де жазуға, ал 40 минутын жібересіз task 2-ні жазуға. Оған да тұтыламыз task 1 қандай, task 2 қандай деген. Окей. Task 1-де сіз жазу керексіз chart деген бар, table деген бар. Бұлар төменірек келесі төменірегінде толықтай айтатын болады. И task 2 деген бар. Task 2 бұл жерде эссе. Енді айырмашылығы task 1-де сіз 20 минуттың ішінде шығару керексіз at least хотя бы 120 сөз, ал task 2-де сіз шығару керексіз at least хотя бы 220 сөз. Енді неге хотя бы деген сөзді қосып отырмын? Ең болмағанда 250 сөз жазу керексіз, өйткені IELTS-та writing-тастың астында тұрған кезде 150-220 сөз жаз деген кезде қасына қосып қояды at least хотя бы деген. Егер сіздер 7-0 керек болса, онда 150 плюс жазу керексіздер. Сондай-ақ 250 плюс жазу керексіз 7-0-дің студенттеріне. Ал 6-0, 6-5-те даже 150 сөздің 120-сын жазып та алып кетеді. Окей. Енді бұны есептеген кезде қалай есептейді? Енді listening пен readingте понятно. Сіздің алған балың қаншасы дұрыс болды, сол жасын есептеп берді. Енді мына жақта қалай есептейді? Есептеген кезде мына бір 4 нәрсеге ғана мән береді. Task achievement деген бар, немесе task research деген. Берілген сұраққа жауап бердіңіз бе, оны аша алдыңыз ба, тақырыптан шығып кетпедіңіз бе, соны қарайды. Cohesion деген бар. Бұл енді сіздің жазған әрбір параграфтан бір-бірімен байланысы бар ма, жазып отырған нәрсеңіз түсінікті ме, анық па, айқын ба, сол нәрсеге бөледі. Және lexical resources. Окей, бұл жерде де базовый сөздеріңізді есептеледі. Сонымен қатар қиын жоғарғы деңгейдің сөздерін де қарайды. Оның үстіне қосыңыз тақырыпқа байланысты сөздер. Егер де сізде эссеге түсіп тұрса, қоршаған ортаға қатысты проблема түсіп тұрса, онда соған қатысты сөздерді іздейді. Және келесі келетін ол grammar range and accuracy. Грамматиканы тексереді, бірақ бұл жерде айтып тұрғанда тек қиын ғана грамматиканы тексермейді. Сіздің базовый грамматикасы, яғни present simple-дарды қалай қолдандыңыз, және сонымен қатар артикльдердің де окончание s-тердің жекеше түрі, көпше түрі барлығына қарайды. Сондай preposition to, on, of дегендер. Және міндетті түрде тексереді, сізде қиын грамматика болды ма. Қиын грамматика ішінде writing task-та көбінесе кіреді, present perfect-тер, сол уақыттар. Окей. Енді қараңыз, task 2-ге сіздің бүкіл жауабыңыздың, скорыңыздың 66% алады. Енді бұл нені білдіреді? Мысалы айтайық, сіз IELTS тапсырдыңыз, и task 1-де сіз 6-5 деген алдыңыз. 6-5 жазылады. Кейін writing task 2-ні жаздыңызда 7-0 алдыңыз. Өз алады. 6-5-ге ауысады 7-0-ді. Бірақ та writing task 2-нің бағасын 2 рет есептейді. Сондықтан тағы да бір 7-0 ауысады. Міне IELTS-та осы есептеледі. Және осыны алады да 3-ке бөледі. Енді 3-ке бөлген кезде қараңыз. Егер де жауабыңыз 6,25 болса, онда бұл дөңгеленеді 6-5-ке. Егер жауабыңыз 6,75 болса, онда бұны дөңгелейді да 7-0 деп береді. Бұдан төмен болса, мысалы кейде 6,125 деген шығып беретін нәрселер бар. 125 деп тұрса, олар онда 6-0-ге қарай кетеді. Сондықтан мына жерде қателеспесем 6,175 шығу керек, сондықтан 7-0 болады. Сондықтан writing task 2-ні 2 рет істейді. 66,6%-іңіз алатын ұпайыңыз writing task 2-ге тиесілі. Ал 44,4% тек қана writing task 1-ге тиесілі. Окей. Келесі бұл бізде speaking. Енді speaking-та біз қалай тапсырамыз? Не айту керекпіз, не айтпау керекпіз? Окей, speaking-та сізде әр кеткенде 11 минут сөйлеу керексіз. Ең ұзағы 14 минутқа дейін бару керек.
Енді қараңыз. Сізде 3 түрлі нәрсеге сөйлейсіз. Part 1-де introduction. Кіресіз, атыңызды сұрайды, ID деген болады. Яғни IELTS-та тапсырған кезде өз ID-іңіз болады, соны айтып бересіз. Кейде how are you деп сұрауы мүмкін. Содан кейін part 1-ның сұрақтары сұрайды. Бұл жерде көбінесе simple questions дейді, бірақ сұрақтың түріне де байланысты. Иногда прям өте оңай сұрақ келуі мүмкін сіздің тұрып жатқан қалаңыз жайында, мектебіңіз жайында. Иногда өте қиын сұрақтар келуі мүмкін. Көбінесе келіп қалуы мүмкін гүлдер жайында, наушник жайында сұрақ қалуы мүмкін, даже карандаш жайында да сұрақтар келуі мүмкін. Және рандомный сұрақтар сұрай бермейді. Мысалы, алайық. Сізге бір тақырып түсті дейік, и тақырып сізде болды movie. Киноға қатысты тақырып. Осы киноға қатысты әрі кеткенде 4-5 сұрақ сұрайды. Сондықтан бірінші сұрақ басқа темаға, екінші сұрақ басқа темаға деп өзгеріп тұрады. Сондықтан бір тақырыпқа 4-5 сұрақ сұрайды. Окей. Енді part 1-да сіз 4-5 минуттың аралығында сөйлеу керексіз. Егер өте төмен шорт қысқа жауап беріп жатсаңыз, онда экзаменатор дополнительный сұрақтар қоюы мүмкін. Кейбір кезде даже осы 4-5 сұрақтан кейін басқа артық сұрақ қоймауы да мүмкін. Енді part 2 бар. Part 2-де сізде дайындалып алуға 1 минут уақыт береді. Қолыңызға қандай сұраққа жауап беру керек парағын береді. Қолыңызға сондай ручкамен парақша беріп бар, дайындалып жауаптарын жазып алу үшін. 1 минут ішінде үлгеру керексіз, яғни осы тақырып жайында 2 минут тоқтаусыз сөйлеу керексіз. Экзаменатор еще кейде 2 минут сөйлеп болғаннан кейін extra question, яғни қайтадан дополнительный сұрақтар сұрауы мүмкін. Part number 3. Part number 3-да сізде тоже 4-5 минут болады, бірақ part 3-тегі сұрақтар part 2-мен байланысты. Егер сізде part 2-де берген парақтың ішінде дәл манағыдай кино жайында айтып деп тұрса, movie жайында айтып, ең жақсы көрген киноң қандай деп тұрса, part 3-тің сұрақтары осы киномен байланысты болады. Бірақ ең қиын сұрақтар осы part 3-тен басталады. Бірақ өйткені бұл жерде сұрақтар көбісі абстрактный сұрақтар. Сізге емес, көбінесе қоғамға қатысты сұрақтар келеді. Және де part number 3-тен бастап экзаменаторлар шеше бастайды сіздің қай деңгейге қарай баратыныңызды. Негізі part 1-нан part 2-ден бастап уже белгілі бар, сізді қай ұпай алатыныңызды. Бірақ part 3 нақты шешеді. Өйткені бұл жерде уже сізді анықтау керек. Part 1-ге, part 2-ге негізінде принтерден бастап студенттер жауап бере алады. Part 3-тен бастап уже қарайды, сіз қаншалықты деңгейде жауап бере аласыз, қандай сөздер мен грамматикалық көрсетесіз. Сондықтан көп күш кету керек part 3-ге қарай. Сол жерде табады 6-5 ба, или 7-0 соның аралығында. Енді бұл жерде спикингізді тоже қалай тексереді? Тексереді сіздің fluency and coherence. Дәл манағыдай тазалық, ойыңыз айқын, анық жетіп тұр ма? Айтып отқан сөздеріңіз бір-бірімен байланысты ма? Қойған сұраққа дұрыс жауап беріп тұрсыз ба, әлде басқа жаққа қарай лағып кеттіңіз бе? Сол нәрсе қарайды. Екінші lexical research. Lexical research-тан сізден қиын сөздеріңізді іздейді. Collocations іздейді, тұрақты тіркестер, идиоманы іздейді, phrasal verbстарды іздейді, сондай-ақ linking words-тарды іздейді. Қазақ тілінде бар мысалы, сондай-ақ, сонымен қатар әрі қарай деген. Дәл сондай сөздерді, moreover, after that деген сөздер оларды тексереді. Grammar range and accuracy. Бұл жерде present simple, past simple, оның барлығын тексереді. Өйткені сіз базовый грамматикадан да қате жібермеу керексіз. Және қиын деңгейдің грамматиканы іздейді. Бұлар көбінесе part 2-3-тен бастап еді. Second conditional, third conditional сияқты грамматика. Және pronunciation деген бар. Бұл жерде яғни произношение деп ойланды, көбінесе студенттер ойлайды, там американский стилде немесе британдық стилде сөйлеу керек. Жоқ, pronunciationда көбінесе ол жерде тексермей, сізде даже орысша акцентпен айтып қалсаңыз, немесе үндісше акцентпен айтып қалсаңыз, арада болсын қатты анық yesterday деп. Ол нәрселерге мән бермейді. Pronunciationда, яғни дауыс ырғағына көп мән береді. Яғни сіз жауап берген кезде ешқандай эмоциясыз, дауысыңызды дым өзгертпей, тура прямо жауап берсеңіз, робот сияқты, онда бағыңыз сәйкесінше төмендеуі мүмкін. Ал сөйлеген кезде наоборот дауыстарға көтеріліп отырса, көтеретін жерде көтеріп, төмен түсіретін жерде төмен түсіріп, баяу айтатын жерде баяу айтсаңыз, сондай бізде кейде ағылшын ішінде әріптерді жеп қалатын жерлер бар. Бір-біріне қосып жіберетін жерлер бар. Wanna, gonna деген сияқты. Сол нәрселерге көңіл бөледі. Яғни сөзді айтқан кезде сіз даже екпінді қай жерге түсіріп жатсыз, соларға мән береді. Міне сол жағынан тексеріледі. Және де сіздің айтқаныңызды олар міндетті түрде аудиоға рекорд жасайды, немесе кинода, видеоға да түсіруі мүмкін. Бірақ та сізге өзіңізге бермейді. Өйткені бұл қайтадан сіздің спикингіңізді негізі тексеру үшін. Негізі сіз сол жер айтып отқанда тексереді, приблизительно бағаңызды береді, бірақ кейде қайтадан екінші мәрте тексеру мүмкін. Окей. Енді IELTS-тың результатын айтатын болсам. Қазір аста төменде барлық парттарын қайтадан тоқталамыз, анығырақ. IELTS-ыңызды тексерген кезде, мысалы, ойлайсыз 6-да бағаңыз келеді дейік. Бірақ та сіздің IELTS-тағы бағаңыз шығып тұр 5-5. Есептейік, сізде listening-тан шықты дейік, 5-5 шығып тұр. Reading-тан тағы да 5-5 шығып тұр. Writing-ті тапсырыңыз тағы да 5-5. Тек қана speaking-іңіз 6-да 0 болды дейік. Енді қалай, енді сізге үшеуінің біреу 6-да 0 болса, онда сіз 6-да 0 алуға мүмкіндігіңіз бар. Енді оны қалай есейсіз?
Егер де онлайн тапсыратын болсаңыз, қателеспесем, қазір әлі күнге дейін one skill retake деген болу керек. Яғни one skill retake деген осы төмен алып қалған үшеуінің біреуін қайтадан тапсырсаңыз болады. Қайтадан тапсырғанда, мысалы, listeningті таңдадыңыз, соны қайтадан тапсырып 6-0 алсаңыз, онда осы жерге 6-0 деп өзгертіліп жазылады. Егер де single retake емес, мына writing тастымды жаздым, бұл 5-5 емес, мен негізінде 6-0 жаздым точно десеңіз, онда апелляция берсеңіз болады. Бірақ апелляция ақша тұрады. Қателеспесем, соңғы рет берген кезде бұл 49 мың ба, сондай тұрды, қателеспесем. Апелляция бересіз. Апелляцияның жауабы 1-7-ден 1 айға дейін созылуы мүмкін. Жауап берген кезде, егер сіздің айтқаныңыз дұрыс болса, онда 5-5-тен 6-0-ге өзгертеді да, сіздің 49 мыңыңызды қайтарып береді. Бірақ та сіздің айтқаныңыз дұрыс емес, центрдікі дұрыс болса, фидбагында 5-5 өтім өзгермесе, онда 49 мыңыңызды қайтарып бермейді. Немесе дәл осыдан кейін қайтадан тапсырсаңыз болады IELTS-ты, бірақ қайтадан тапсыру, яғни толыққанды ақшасы бересіз. 102 мың ба, дәл қазір 105 мың ба, соның көлемінде. Окей. Енді мына жерден төменге түсейік. Listeningта бізде сұрақтар қалай келеді? Part number 1. Манағы жоғарыда айтып кеткендей, part number 1-да 1-ден 10-ға дейін сұрақтар ешқандай өзгермейді. Тек қана бір сұрақтың санында жүресіз. Бұл бізде міне осы орындарды толтыру. Кейде no more than 3 words деп келеді. Көбінесе 90% жағдайда no more than 3 words. Көбінесе no more than 1 word, яғни бір сөзден артық жазу болмайды. Енді no more than 3 words деген нені біледі? 3 сөзден артық жазу болмайды. Кейбір студенттер ойлайды, 3 сөзден артық жазу болмайды дейді да, бүкіл жауапқа тек қана 3 сөзден ғана жауап береді. Жоқ, no more than 3 words десе, сіз жауабына 1 сөз жазсаңыз болады, 2 сөзді де жазсаңыз болады, 3 сөзді де жазсаңыз болады. Немесе or a number деп тұр, былай жазсаңыз болады. 1 сөз жазыңыз, қасында 2 сан бар. Немесе 2 сөз жазыңыз, қасында 1 сан бар. Міне осындай жауап берсеңіз болады. Сондықтан no more than 3 words де бәріне ойбай 3 сөз жазу керек деп былтыр бәріне 3 сөз жазып қоюға болмайды. Иногда тек жауап бір ғана сөз болуы мүмкін. Сондықтан үстіне бірінші қарап аласыз, осындай сөздер жазатын кезде no more than 1 word десе, онда бір ғана сөз жазасыз. No more than 3 words десе, 2-3 сөз жазасыз. Окей. 1-ден 10-ға дейін міне дәл осындай. Бір ғана тақырып болады, мысалы job inquiry, яғни жұмысқа тұру жайында. Екі адам бір-бірімен сөйлеседі, біреу телефон ар жағында, біреу телефон бер жағында, сұрақтар қойды. Қандай жұмыс, қашан істейміз, айлығы қанша. Сондықтан бұл оңай сұрақтың түрлері. Сондықтан егер 7-0 алсаңыз, 10-нан 10-ға бір жауап бергеніңіз меніңше жақсырақ болады. 6-5, 6-0-лерге бір 10-нан 9-ны алсаңыз дұрыс болады. 5-5, 5-0 керек болса, осы жерде ұпай барынша алып қалатын кезеңіңіз, өйткені 2-3-те шамалы қиынырақ болады, ал 4-те мүлдем қиын сөздер келеді. Сондықтан да 5-5, 5-0 керек болса, онда хотя бы 8-7 сұрағы мына жерде дұрыс болу керек. Енді қарайық, мына жақта сұрақтар көп тұрғандай, сағатына қанша төлейді, жұмыстың түрі қандай, тағы не бар, жұмысқа тұрайын деп жатқан адамның фамилиясын жазасыз, қай күндері интервью жасалынады. Сондай кейбір сөздер болады, мысалы қандай качествоға ие болу керек жұмысқа тұратын адам. Енді бұның сұрақ жауаптары бұл жерде ешқандай адванстың деңгейіндегі қиын сөздер болмайды, жай ғана қарапайым оңай сөздер келеді. Единственный бұл жерде проблема болуы мүмкін нәрсе, бұл сіз дұрыс жауап жазыңыз, бірақ неден қателесіп кетуіңіз мүмкін. Спеллинг, яғни адамның атын дұрыс жазбадыңыз, немесе бір әріп қате қосып жібердіңіз. Окей. Енді part 2-ге келетін болса, part 2-де бұл жерде бір адам бір ғана нәрсе жайында айтуы мүмкін. Жоғарыда 2 адам деп жүрмін, қателесіп кеттім. Бір адам бір ғана нәрсе жайында айтады. Бірақ темасы бәрсе бірде қатты қиын тема емес. Мынаған ұқсайды, бірақ сәл ғана осыдан қиынырақ. Единственный бұл жерде проблема тудыратын нәрсе, бұл бізде сұрақтың түрлері өте көп өзгере береді. Бұл жерде бізде мысалы мына жерде көп матчинг болып сұрақтарды салыстыру керексіз. Немесе дәл мынаған ұқсайтын, бірақ кесте түрінде келетін жауаптар, мысалы қарасаңыз, мына жерде one word деп тұр. Бір ғана сөз жазсаңыз болады, немесе бір ғана numbers, санды ғана жазсаңыз болады. Осындай түрде келуі мүмкін. Яғни бұл part 2-де келсең жалғыз ғана тұрақтың сөздерін, сұрақтың түрлері ғана емес, сұрақтың түрлері бұл жерде өте көп. True, false, not деген бар, әртүрлі нәрселер бар. Егер толыққанды үйренгіңіз келсе, онда менің жеке курсыма тіркелсеңіз болады. Бағасы айына 20 мың. Енді мына жерге келетін болса, part number 3. Окей, part number 3-те 2 студент бір-бірімен сөйлеседі, бірақ көбінесе сөйлеседі академик ток деген. Яғни проектіні қорғау, немесе бір тақырыпқа қатысты проектті қорғау, сол жайында айта береді. Көбінесе келетін 100% болатын нәрсе, бұл сізде ABC-дің сұрағы 100% болады. Яғни бұдан да бөлек басқа да сұрақтар бар. True, false, not деген. Өйткені part 2 мен part 3-дің сұрақтары бір-бірімен араласып жүре береді. Окей. Енді соңғы part number 4. Бір ғана tutor, көбінесе tutor сөйлейді. Немесе документальный фильмді жүргізіп отырған author сияқты бір адам бір ғана тема жайында айтады, бірақ тілі шамалы қиынырақ болады. Бұның енді part number 1-мен қатысы бар. Өйткені part number 1-да да тек қана сөздер жазасыз.
part number 4'da tep qana so'zlar yozasiz. Buni ustiga qarab ko'rasiz. Inagda no more than 3 words deydi, inagda no more than 1 word, 2 words deb turib mumkin. Okay. Endi bu yerda ko'rib turganda misol taqrir mass trending of whales and dolphins. Ya'ni kitlar men delfinlarga қатысты taqrib ketib tur. Тек qana осы кісілер жайында тыңдайсыз. Оны қандай топқа жататынын, сондай-ақ mammals деген темалар келуі мүмкін. Яғни сүтқоректілер жатады, анау, мынау деген, немесе соларға қатысты жасалған исследование, research деген түседі. Сонда кейбір қиын сөздер болады. Окей. Енді readingқа қарай түсетін болса, енді readingте listeningте алай емес, part number 1 тек қана бір сұрақтың түрі деген жоқ. Бұл жақта сұрақ түрі бір-бірімен ауысып еді. Әр парттарда кесе мүмкін. Бірақ егер 100% қайсысы келеді десеңіз, егер де уақытыңыз тек бір айдың көлемінде болса, яғни 100% келетін нәрсеге дайындаламын десеңіз, онда 100% келетін нәрсеге true false not given дайындаласыз. True false not given бұл сізде 100% келеседі. Сонымен қатар multiple choice деген бар. Яғни бір сұрақта екі жауап болады. Бұл да сізде 100% айлтысына келеседі. Yes, no, not given деген бар. True false not given ұқсайтын, бірақ 90% деп алуға, өйткені 100%-ға келмейді, өйткені кейде тек қателеспесем. True false not given сізде 100% болады, және бұл сұрақ бір кездескенде 2 рет келісі мүмкін, бір рейтингтің ішінде, инада 3 рет келген келісі мүмкін. Әр секшнда да болуы мүмкін. Және true false not given келгенде, шамамен ең көбі 7 сұраққа дейін баруы мүмкін, ең азы 4 сұрақтың көлемінде болады. Окей. Matching дегенде multiple choice дәл солай. Бір рет келісі мүмкін, инада бұл 2 рет даже 3 ретке дейін баруы мүмкін. Көбінесе бұл келіседі 15-ші, 16-шы сұрақтар, 18, 19, немесе 20-21-дің аралығында. Окей. Енді келесі matching info. 2026 жылға өзгертулерге байланысты қазір IELTS-та ең көп жиі кездесетін сұрақтан түрі бұл бізде салыстырулар өте көп кездесетін болған. Matching people, яғни адамдарды салыстыру, немесе matching info, яғни қай информация, қай параграфта жазылған табу. Бұл өте көп кездесетін болған. Және де бізде мынандай нәрсе бар, list of headings. Яғни егер сіз ашып қалсаңыз, бірінші сұрағыңыз list of headings болса, онда бұны өткізесіз, ең соңғы шығасыз. Өйткені IELTS-та ең қиын сұрақ бұл бізде list of headings, яғни тақырыптың атын табу. Бұл өте көп уақытты жұмсауға тура келеді. Окей. List of headings кезінде 20-20 кездесетін, жиі кездесетін, бірақ қазіргі өзгерістерге байланысты list of headings әлі күнге дейін бар, 60-тан жоқ. 10% көлемде шанс бар сізде бұл IELTS-та кездеседі дейді. Былай алғанда сирек кездеседі. Өйткені бұл негізі өзі жақсы жаңалық, өйткені list of headings бір келгенде 7-8 ұпайға дейін сұрақтарына дейін келеді. Табу оны көбінесе студенттер 20-20 табады. Жартысы дұрыс емес. Окей. 100% болады сізде сондай-ақ ABC деген сұрақтар. Көбінесе part number 3-да кездеседі, немесе part number 2-да. Бір кездескенде 4 сұрақтан 5 сұраққа дейін баруы мүмкін. Окей, бұл да 100%. Матчингтар енді ішінен түрлері өте көп. Параграфпен тап дейді, немесе кейсі мүмкін, мысалы адаммен салыстыр деген нәрсе. Енді бұлардың көлемі қазір қателеспесем 80-90% көлемде тұрған шығар, өйткені өте жиі кездеседі. Бізде бар sentence completion. Пример алатын болсақ, present шамамен, точно емес, бірақ 20 деп ойлаймын бұл нәрсенің кездесуі. Өйткені sentence completion ішінде неше түрлі топтарға бөлінеді. Жай ғана sentence completion болуы мүмкін, немесе мынандай тейблға алып қойып, өзгеше жақша алып қойып, сол жерде айтылатын sentence completion дейсі мүмкін. Именно мынандай sentence completion 20-20 болады. Өйткені бұдан да бөлек sentence completion деген бар, осындай текст тұрады, астында сөздерді қойсу керексіз, олар енді кездесу деңгейі жағынан 40% соған ауысу тұрады. Окей. Сондай-ақ бізде мынау бар. Notes, table, flowchart, completion деген. Дәл sentence completion бірдей, бірақ table түрінде немесе flowchart түрінде. 20-20 бұл нәрседе. Өйткені sentence completion түрлері өте көп, барлығы бірдей сізде рейтингте келмейді, сондықтан да кез келген түрінде 20-20 береміз. Окей. Егер осы сұрақтарды қалай дұрыстау керекпіз, қандай тактика қолданамыз, не жасаймыз, не жасамаймыз десеңіз, онда менің айта кеткендей манағы курсыма тіркелсеңіз болады. Окей. Енді writing task. Окей, writing task бізде 1 деген бар, 2 деген бар дедік. Writing task бірде сіздің уақытыңыз 20 минут, 150 сөздің көлемінде жазу керексіз. Бұл жерде ешқандай да ойыңызды қоспайсыз. In my opinion деген сөзді қоспайсыз. I think деген сөзді қоспайсыз. Және сіз ешқашанда жауап бермейсіз. Why деген сұраққа, неге деген нәрселерді мүлдем жазбайсыз. Және writing task біріңіз міне былай кездеседі. Writing task бірде сізде bar chart болуы мүмкін, немесе pie chart болуы мүмкін. Негізі ішінен writing task бірде көптеген түрлер бар. Дәл қазір көрсетіп тұрмын сізге bar chart, pie chart, онда бар. Table деген бар, таблица және бар, graph деген бар, map деген бар, карта, diagram деген бар, диаграмма, иногда flow chart деген бар.
Сонда кейде мынандай екі түрі бір-бірімен араласып келуі мүмкін. Мысалы, соңғы кезде мына mixed деген нәрсе өте көп кездесіп жүр. Окей. Осы суретке қарап, осы суретте 150 сөзбен сөйлету керексіз, бірақ ешқандай да ойыңызды білдіртпей. Ойыңызды мүлдем қоспау керексіз. Және ешқандай да қорытынды бөлім қоспайсыз. Окей. Енді сізде part number 2 деген бар. 40 минуттың ішінде жазу керексіз. 250 сөздің көлемінде. Міне мына жерде өзіңіздің ойыңызды білдіресіз. Бірақ та өзімнің ойым екен деп, ойыңызда неге соны жазбайсыз. Тақырыпқа қатысты нәрсе болу керек. Ішінде ешқандай да драматизм болмау керек. Ойбай бәлендей көтеріп жіберу керек жоқ. Әдеби сөздер қосуды керек жоқ. Өйткені сіздің шешетін тақырыбыңыз көбінесе глобальный проблемалар немесе қоғамдағы проблемаларға қатысты. Сондықтан да бұл жерде жазған кезде міндетті түрде сізде аргумент болу керек. Яғни сөзіңізді қолдайтын бір нәрсе болу керек. Яғни 100% өз ойыңыздан бір нәрсе алып қарастырып бере салмайсыз. Окей. Енді бұның тақырыптары қалай кесері? Бұлар мысалы мынандай болуы мүмкін. Is it impossible to help all people around the world? In it so governments should focus on people from their own country. Жазу керексіз, келісесіз бе, келіспейсіз бе? Сізде тақырып былай болып тұр. Яғни әлемде бүкіл адамдарға көмектесу керек пе? Әлде әр ел тек өзінің ғана адамына көмектесу керек пе? Осы жайында 250 сөз жазасыз. Сіздің ойыңыз болу керек, сол ойыңызды қуаттайтын міндетті түрде аргумент болу керек, және ең соңында сізде conclusion болу керек. Окей. Енді мына жерде ешкім көбінесе айта бермейтін бір тактикасы бар. Уақытты қалай үнемдейсіз? Студенттер осы жағынан қиналады. Енді қараңыз, бізде IELTS стандарт бойынша writing task 1-ді бірінші жазу керек деп тұр. Ал writing task 2-ні екінші жазу керексіз. Бірақ ондай қатып қойған правила жоқ. Ешкім сізді тексермейді, бірінші мынаны жазба, екінші мынаны жазба. Жоқ, ол маңызды емес. Өзіңіз білесіз. Сондықтан да IELTS-қа кірген кезде writing task 2-ні сіз міндетті түрде бірінші жазу керексіз. Сосын барып writing task 1-ді екінші жазасыз. Енді неге біз бұның бәрін орындан ауыстырып каша жасап отырмыз? Өйткені қараңыз, егер сіз writing task 1-ді сіз 20 минутта жазу керексіз. Бірден кірдіңізде writing task 1-де 20 минутта емес 25 минутқа дейін созып жіберсеңіз, қатты ойланып әдемі қылып жазамын деп, сіз мысалы ойлайсыз 25 минуттың ішінде бітірдік 150 сөзді. Ал сізде 250 сөзді жазуға 35-ақ минут уақыт қалады. Тем более сіз ол 35 минуттың барлығын жазуға арнамайсыз, хотя бы 5 минут ойлану керексіз. Мен ол жайында не жайында жазамын, қандай аргумент құрастырамын деген нәрсе. Оның өзіне де уақыт кетеді. Кейде жазып келе жатып идея жетпей қалып, оған да ойланып қалуыңыз мүмкін. Сондықтан да приблизительно алған кезде сізде таза бір 30 минуттың ішінде 250 сөз шығару керексіз. Егер сіз 25 минуттың ішінде 150 сөзді шаққа шығарсаңыз, 30 минуттың ішінде 250 сөзді шығару мүмкін емес. Сондықтан да сізде fail болады, провал болады. Сондықтан да бірінші writing task 2-ні жазу керексіз. 40 минутыңыз толықтай соған кету керек. Өйткені сіз ойлану керексіз. Не жазатынын тексеру керексіз, оны тағы бір қарап шығу керек. Соның бәріне 40 минут толықтай кету керек 250 сөзге. Содан кейін сізде тек қана 20 минут қалды. Енді сіз ойлануыңыз мүмкін. 40 минутты жазып қойып 20 минутта үлгере алмайтын шығармын деп. Жоқ, 150 сөзге 20 минуттың ішінде үлгересіз. Өйткені жаңа айтқандай ешқандай да ой қоспайсыз бұл жерде. Сондықтан да қатты терең ойланудың керегі жоқ writing task 1-де. Және де writing task 1-де сөздері, грамматикасы барлығы fixed. Яғни дым өзгертпейді. Өзіңіздің ойыңызға байланысты өзгертпейсіз, оның өзі жаттан да сөздермен жаттан схемасы бар болды. Сол нәрсе бойынша және нәтижеде не көрдіңіз, тек соны ғана қосасыз. Ешқандай да ойыңызды, ешқандай да бір әсерлі әдемі жазып ойланып не істеудің керегі жоқ. Бас қатырмайсыз. Өйткені компьютер ешқандай есеп жасамайсыз, плюс минус деген нәрсе жоқ. Көрген нәрсеңізді 150 сөзде 20 минуттың ішінде толық ашық шығарып бересіз, ешқандай кашасыз, ештеңесіз. Окей. Енді осыдан кейін спикингіңізге келейік. Part 1, part 2, part 3. Енді part 1-да біз айттық, simple сұрақтар болады. Көбінесе топиктары бір 7 түрлі бағанға бөліп жасақ болады, немесе 6 түрлі бағанға. Соның ішінен сұрақтар тарқала береді. Көбінесе келеді. Hometown, қалаңызға байланысты. Hobbies, likes and dislikes, daily life, like this sort of thing. Окей. Осы топиктарға келеді. Көбінесе 5, иногда 6 топикқа бөлінеді. Соның ішінен енді сұрақтар бөліне береді. Мысалы, hometown деген кейбір сұрақтар сіздің қалаңыздың тарихы жайында сұрау мүмкін. Кейде hometown ішінде просто сіз тұратын neighborhood, районды ғана сұрау мүмкін. Окей. Енді бұл жерде не көмектеспейді? Бұл жерде көмектеспейді, сіз экзаменаторға күліп қарадыңыз ба, eye contact ұстадыңыз ба, көзіне қарап отырдыңыз ба, жауап бергенде қолыңызды қимылдатып соншама жауап бердіңіз, жоқ, олар ешқайсысы көмектеспейді. Шашыңыз таралған ба, таралмаған ба, олар ешқайсысы көмектеспейді. Ең ғана көмектесетін нәрсе, мана айтып кеткен 4 нәрсе. Fluency ғана көмектеседі, lexical, grammar и pronunciation. Осы төртеуіне кірмейтіндер барлығы артық нәрсе. Окей. Part number 1-ның сұрақтары мынандай болады. Егер де ойлайық, сізде сұрақ gifts жайында болды, подарок жайында. И сізде сұрайды. When do people give gifts or presents in your country? И дальше осы сұрақты жалғастырып, яғни подарок жайында. Бірақ енді сұрақтар дәл осындай көрсетпейді, ешқандай суреттен болмайды. Экзаменатор сізден сұрайды, сіз көз алдыңызда көресіз. Әже мен тек өзім редактор деп жасап қойғанда. Окей. Part number 2.
3-4 минут деп тұр, негізінде 2 минут жеткілікті. Кез келген деңгейге 7.0 8.0 алғыңыз келсе. Окей, сізге карта береді, сол карта ішінде сіз сұраққа 1 минут ішінде дайындалу керексіз, және 2 минуттың ішінде сөйлеу керексіз. Окей. Енді қараңыз, part номер 2-де сұрақтар сізде былай келеді. То же самое, бұл жерде ешқандай да сурет болмайды, тек қана бір кусок бумага бере салады. Бұл жерде тоже өзім редактор етіп жасап қойғаным. Мысалы, сіз айту керек, describe something you did that was new or exciting. Енді осы жайында сөйлеу керексіз 2 минут бойы. Енді қараңыз, астында bullet points деген болады. Яғни you should say it, 3 точка тұрады. 3 точкада студенттер ойына 3 точканың барлығына жауап беру керек жоқ. IELTS-тың жалпы правиласы бойынша бұл 3 точка сіздің жауап беру тиісті нәрсе емес. Бұл сізге тек 1 минут ішінде дайындалған кезде идея беру үшін, инсайт беру үшін ғана тұрған нәрсе. Яғни көмекші құрал ретінде. Сондықтан да бұған 100% жауап беруге міндетті емес. Бұл сізге тек қана көмектесу үшін ғана тұрған нәрсе. Сондықтан да сіздің айтатын нәрсеңіз describe something you did that was new or exciting, немесе ең астында тұрады ешқандай нүктесіз and explain why this activity was new or exciting. Ең басында бірінші сөйлеммен, ең соңындағы сөйлемге міндетті түрде жауап беру керексіз. Өйткені бұл жақта көбінесе сұрайтын нәрсе сізден эмоцияны, feelingті көп сұрайды. Сондықтан да бұл жерде міндетті түрде күшті adjectives'тарыңызды осы жерде шығару керексіз. Сынайсыздар. Окей, бұл енді part number 1. Содан кейін келеді part number 3. Окей, бұл жерде енді сұрақтар абстрактный, бұл жерде сұрақтар шамалы философский болуы мүмкін, және де бұл жерде сұрақтар айтты. Мана describe something new and exciting болса, part number 3 сонымен связан болды. Өйткені part number 2-де нені айттыңыз, part number 3-те соны тереңдетіп түсіндіресіз. И осы жерден бастап тексере бастайды, сізді қай деңгейге баратыныңызды. Сондықтан да бұл жердегі вокабулярыңыз part 1 мен 2-ге қарағанда жоғары болу керек. Грамматикаңыз да солай. Part 1 2-ге қарағанда мықтырақ болу керек. Енді қарайық part number 2-нің нәрсесі. Окей, мысалы new things жайында әңгіме айттыңыз, міне part number 3-тің сұрақтары. Why do you think some people like doing new things? Осы нәрсеге жауап беру керексіз. Және де part 1-де де, part 2-де, 3-те де сізде дайындалуға ешқандай уақыт жоқ. Сізден сұрақ сұрайды, сіз міндетті түрде тірі жауап беру керексіз. Дайындалуға тек уақыт бар, part number 2-де. Бұл жерде сұрақ тоже осылай көрінбейді, экзаменатор сізден сұрай қояды тек. Similar thing. What problems can people have when they try new activities for the first time? Сондықтан part number 3-дің сұрақтары көбінесе қоғам жайында басқа адамдар жалпылама сұрайды. Ал part number 1-де сіз жайында сұрайды. Окей. Егер де IELTS-ты тереңдетіп үйренгіңіз келсе, онда менің жеке курсыма тіркелсеңіз болады. Окей, курста бізде не нәрселер бар? Сізде өзіңізде study space деген бар, яғни Notion деген программа болады. Сол жерде прогрессіңіз тұрады, не үйрендік, не үйренбедік, соның барлығы қосылады. Міндетті түрде мына 4 нәрседен бөлек сіз міндетті түрде vocabulary жаттау керек сөздер. Яғни бізде сын есімдер жаттау керекпіз, өзің IELTS-тың reading пен listening сөздері оларға да көңіл бөлу керекпіз. Окей. Бағасы жағына келетін болсақ, 1 айға төлесеңіз, онда 20 мың. Сабақтың ұзақтығы тек қана 1 сағат, өйткені 1 сағат 30 минут шамалы студенттерге ауыр болуы мүмкін өйтіп оқу. Сондықтан 1 сағат аптасына 3 рет болады, және айына тек қана 20 мың төлейсіз. Сондай бөліп төлесеңіз де болады. Және 2 ай, 3 айға бірден төлесеңіз, онда міндетті түрде жеңілдік арқылы төлейтін боласыз. Окей. Енді дәл қазір сізге көрсеткен Notion арқылы біз дополнительно тағы не нәрселер жасаймыз, қалай дамимыз. Окей. Бұл жай ғана Миродағы сабақ. Сабақ дәл мана мен түсіндірген жерде өтеді, бүкіл сабағымыз сол жерде болады. Енді біз қарау керек, біз сіздің прогрессіңізді қалай тексеріп отырамыз. Мысалы, мынау сізде Notionдағы парақша, сізге ссылка жіберетін болады. Бұл жерде сіз қанша сабаққа қатыстыңыз, қанша сабақ сізде қалды төлем төлеуге. Мына жерде үй жұмыстары тұрады, не жасау керек, қалай жасау керек. Және астында сізде прогресс деген бар, яғни reading-та, listening-та қанша балл алып жүрсіз, қай күні тапсырдыңыз, соның барлығы. Астында түсеңіз calendar view деген бар. Бұл жерде қай сабақта қандай информация өттік, соның барлығын осы жерге салып қойды. Мысалы, мына бізде бірінші сабақта өткен информацияны студенттерге салып қоямын. Окей. Сонымен қатар жоғары көтерсек, бізде мына жерде 5 бағам бар. Vocabularyға кірсек, бұл жерде бізде экстра үйренетін дополнительный adjective сын есімдер. Қазір бұл жерде сын есімдер саны қателеспесем 200-ге дейін барады. Collocations деген бар, яғни phrase verbs'терге ұқсайтын collocation сөздері. Бұл жерде 200 шақты сөз бар, және идиома, 40 шақты идиома. Үйрену керек нәрсеміз. Біз бұл жерде сөздер үшеуін көбінесе жібереміз writing-та және speaking-та әсіресе. Және астына түссек altruist сөз бар. Бұл жақта сөздер көбісі reading пен listening-ға қатысты сөздер. Өйткені бұл жерде үйренетін сөздеріміз белгілі бір топикқа ғана қатысты. Өйткені сіздің мынандай қиын сөздеріңіз тоже қарайды, бірақ та тақырыпқа қатысты сөздер бар, оны да қарайды. Сондықтан да тақырыпқа қатысты сөздерді осыдан аламыз. Астыға түскен кезде бұл жерде elementary, pre-inter, intermediate және after inter сөздер бар. Өйткені бұл жердегі сөздер базовый деңгейдің сөздері, сондықтан да бұларды міндетті түрде спикингта да көрсету керексіз. Окей. Мына жаққа келетін болсақ, бұл жерде listening.
яғни listening бұл жерде Cambridge бойынша тұр, Cambridge 20-дан 10-ға дейін. Және де келесі бұл жерде reading. Readingте дәл мана listening Cambridge 10-нан 20-ға дейін readingтер тұр. Үй жұмысы бәрі осы жерден беріледі. Ал жоғарысында бізде магазин бар и және books бар. Бұл жерде темалардың бәрі connected with science, history, like this sort of things. Неге именно science пен history'ның тақырыптарына байланысты, өйткені сіз reading жасаған кезде дәл осындай тақырыптарда жасайтын боласыз. Сондықтан да мына жерде кітаптар мен журналдар, яғни оқуға кеңес беретін нәрселер. Өйткені бұл жерде өте қатты мықты вокабулярлар жинап алуға бар, яғни readingтің өзіне кездесетін. Окей. Келесі бұл бізде writing. Окей, writing task 1 деген бар, task 2 деген бар. Барлығını қалай жазу керек, не жасау керексіз, не жасамау керексіз, қандай vocabulary қолданасыз, немесе қолданбайсыз, барлығы берілген. Сондай астында өзінің sample answers бар, яғни қалай жазу керектігі жайында. Дәл сондай нәрсе part number 2 жайында, қандай правила, қандай нәрсе жасаймыз, жасамаймыз деген. Келесіне өтетін болсақ, бұл жерде бізде speaking. Енді speakingте бізде tips and tricks деген бар. Қалай жазу керексіз, қалай айту керексіз, part number 1-да қалай сөйлейсіз, және part number 2-3-те қалай сөйлеу керексіз. Сондай бұл жерде sample questions, яғни мынандай сұрақтарға да жауап беру керексіз, қалай жауап беру керексіз, бұл жерде барлығы берілген. Грамматика бөлімінде бұл жерде elementary, pre-intermediate үйренетін және өтетін грамматикалар, яғни кіресіз, каждый грамматика жеке презентация бойынша жасалған. Яғни бұны біз сабақта спикингті айтқан кезде міндетті түрде қамтитын боламыз. Окей. Сондықтан да егер де менің курсыма жазылғыңыз келсе, онда менде әлеуметтік желі TikTokта немесе Instagram'да дайректке жазсаңыз болады, немесе менің WhatsApp нөміріме жазсаңыз болады.